Сәлем достар, сіздермен Нурила. Бүгін менімен бірге пахлава пісіріңіздер. Жақындарыңызды дайындап қуантыңыздар. Бұл пахлава түрк халқының негізгі тәтті десерттерінің бірі болып саналады. Бұған түрк халқы ерекше мән береді. Және бұны жеген адам қайта-қайта жегісі келіп тұратын десерт. Шаймен, я болмаса үйге қонақтарыңыз келген кезде пісіріп беретін ең күшті десерттің бірі. Ал енді біз өзіміз дайындаған пахлаваның дәмін көреміз. Ол сондай үгілмелі және жұмсақ. Дәмі сондай керемет, ауызда еріп кетеді. Ортасы толықтай піседі. Сондай жұмсақ, әрі дайындалуында ешқандай қиындық жоқ. Ең алдымен жұмыртқамызды ағы мен сарысын бөлеп, екі таза ыдыс алып, оны бөлеміз. Ағын бір бөлек ыдысқа, сарысын бөлек ыдысқа. Бұл жерде мен 4 жұмыртқа алғанмын. Қажетті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Және осы 4 жұмыртқаның сарысын, бір сарысын бөлек алып қоямыз. Ол бізге кремін соңғы жағында бетіне жауға қажет болады. Ал мына жұмыртқаның ағынан біз кремін, яғни ортасындағы начинкасын дайындайтын боламыз. Бұл жерде құмшекер. Құмшекерді аз бөліктен қоса отырып миксерлейміз. Миксерімізді жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа қарай жайлап көтереміз. Және де құмшекерімізді барлығын бірден қоспаймыз. Себебі ерімей қалуы мүмкін. Ерімей қалса астына тұнып, құмшекеріміз қатып қалады. Барлығын жайлап қосамыз. Дәл видеодағыдай қою қоймалжың консистенцияда дайын болуы қажет. Келесі, бұл біздің ақтық консистенциямыз дайын, және жарты пиала жаңғақ, жарты пиала мейізімізді алып қосамыз. Жаңғақты өз қалауларыңызша блендермен өткізіп алып, я болмаса ірідей дәлмендегідей қылып қоса берулеріңізге болады. Әркімнің талғамы әртүрлі. Мен барлығын ірідей солай қостым. Ал мейізді 2-ге бөліп, 4-ге бөліп, майдалап, оны да қосуларыңызға болады. Тек өз қалауларыңыз бойынша. Енді бұл біздегі ортасына салатын салмамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Оны бір жерге қоя тұрамыз. Енді келесі кезек бізде қамырына келеді. Жаңағы біздің дайындап қойған жұмыртқамыздың сарысына өткізіп аламыз. Ері комнаталық температурада тұрған майды теркадан өткіземіз. Және де қасықтың ұшымен ас содасын алып, айранға, мен бұл жерде сливки алдым, сливки айран қоса берсеңіздер болады. Бағанағы ас содамызды және бір разрыхлительді қоса саласыздар. Мен біреуін полный қостым. Бір разрыхлительді қосып жайлап араластырамыз. Видеода қарасаңыздар, бұл жерде айран бізде көпсіп, яғни көпіршіктер пайда болып, уже андай көтеріліп, ашыған сияқты болып жатыр. Дәл солай болуы қажет. Сондай қатты тасиын деп жатқан кезінде немізге құямыз, қамырымыздың үстіне құямыз. Айранды бір үлкендеу ыдысқа құйып аласыздар, себебі үстіне разрыхлитель мен ас содасын салған кезде ол көтеріледі, тасып кетуі мүмкін ыдыстарыңызда. Сол үшін барлығын есептеп алыңыздар. Енді
көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде 3 жұмыртқаның сарысы, май және айран, енді үстіне ұн, қалаған, яғни қамыр илейміз, ол көз шамамен ұн беріледі. Мен мысалға мына жерде 2,5 пияладай кеседей ұн салдым. Біздің қамырымыз дайын. Ол қамырды салафанға салып, холодильникке бір 10-15 минутқа қоямыз. Яғни бұның құрамы май болғандықтан сәл қатқаны дұрыс. Біз холодильниктен алдық. Қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Қамыр ол сондай жұмсақ, ол солай болуы қажет. 3 бөлікке мен бөліп алдым. 3 бөлікке бөлген кезінде ішіндегі ең кішкентайын алып бірінші жаямыз. Ішіндегі ең кішірегін, яғни 3 бөліктің ішіндегі ең кішкентайын алып жаямыз. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен бұл жерде қамырымды 4 бұрыш етіп жайып жатырмын. Себебі менің пісіретін формамның 4 бұрыш. Сіздер домалақ, өздеріңізде бар формамен пісіре беріңіздер. Бірінші біз ортасын пісіріп аламыз, чтобы ортасы піспей қалмас үшін бұл ортасына кетеді. Бірінші бір қамырды духовкаға салып пісіріп аламыз. Оның қамырдың ортасын тілеміз, себебі қатты көпсіп, көтеріліп кетпес үшін. Ол қамыр көтеріліп кетсе, яғни жайсыздық тудырады, салған кезінде де ыңғайсыз болады. Келесі қамыр, бұл үлкен қамырын жаямыз. Бұл ең астына баратын қамыр. Ішіндегі қамырымыздың 3 бөліктің ішіндегі ең үлкенін жаямыз. Мен оны да 4 бұрыш етіп жайып жатырмын. Қамыр өте жұмсақ, абайлап жайыңыздар. Қолдарыңызға қатты жабысып жатса, қажеттілігінше ұн салып жайсаңыздар болады. Қамыр өте жұмсақ. Екінші қамырды жайып болам дегенше ортасы да пісіп қалады печкамызда. Бұны енді біздің пақыламамызды жинайтын боламыз. Ең астына ең үлкен қамырды жайлап жайғастырамыз. Қамырлар өте жұмсақ. Қолдың ептілігімен әдемілеп орналастырыңыздар. Жетпей жатқан жеріне қалыңдау бөлігін созып, әдемілеп. Және де бұны да тілеміз. Себебі бұл да ісіп кетпесін. Келесі кезекте біз начинкамызды саламыз. Начинканы 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін осы жаққа саламыз, екінші бөлігін келесі ортасына саламыз. Осы начинкасын бірдей мөлшерде салып, және де бірдей көлемде, яғни бір жері қалың, бір жері жұқа болмасын, бәрін бірдей қылып, бірдей салып шығамыз. Начинканы салғаннан соң үстіне піскен қамырымызды қоямыз. Осы піскен қамырдың үстінен қалған екінші бөлік начинканы жайып бірдей қылып, және үшінші қамырды жайып бетіне қоямыз.
дәл видеодағыдай бетін қайталап пышақтың полный кіргізбей тіліп шығамыз. Жаңағы басындағы бір жұмыртқаның сарысыны алып бетіне жағамыз, бір келкі қылып жағып шығамыз. Және де сәндік үшін әркім, мен мысалға бұл видеода мак септім. Өздеріңіз жаңғақ себулеріңізге болады. Жаңғақты реди қылып қойса да болады, макта сепсе де болады. Мен макты қаладым, макты септім. Және де духовкаларыңызды қатты ыстық қылып қоймаңыздар. Бірінші алдын ала қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан соң саламыз, қызбаған духовкаға салмаймыз. Және қарап тұрасыздар, 1-20 минутта пісіп қалады. Себебі ортасы піскен, асты үсті піссе болды. Қатты 170 градусқа қойсаңыздар болады, газдарыңыздың екеуіне қарай. Мінекей, менің пахлавам пісті. Пахлавамды суытып аламын бірінші, содан кейін оның үстінен бал қосамын. Балды да әдемілеп, жайып, равномерный салып, жайып шығасыздар. Әркім әртүрлі жасайды. Мен бал қосқан ұнатамын. Бал қосқанда біреулер құмшекерден сироп жасап құяды. Мен бал қосуды ұйғардым. Және де осындай тәтті пахлаваны дайындап, достарыңызды, яғни отбасыларыңызды қуантыңыздар. Олар барлық жақсылыққа, және сіздер де барлық жақсылыққа, комплиментке лайықсыздар. Сіздермен болған Нурила. Менің каналыма жазылуды, әрі менің каналымдағы барлық қызықты рецепттерді соңына дейін көріңіздер. Бұл өте проверенный рецепт.